Қайырлы күн баршаңызға, каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен дәмі ерекше дастарханымыздың сәнін келтіретін творожный меренговый пирог пісіретін боламыз. Видеоны соңына дейін көріп, менімен бірге болыңыздар. Каналыма тіркелмеген болсаңыздар тіркеліп, қоңыраушаны басып қойыңыздар, келесі видеоны бірінші болып көретін боласыздар. Ендеше бастайық. Алдымен ұнымызға қопсықышымызды қосып, сары май салып, крошкадан дайындайтын боламыз. Міне крошкамыз дайын болды. Одан кейін бір жұмыртқа, қант қосып, песочный қамыр илейтін боламыз. Үйленген қамырымызды жарты сағатқа тұндыруға қалдырамыз. Енді салмасын дайындайтын боламыз. Ол үшін бізге творог, жұмыртқаның сары уызы керек. Ақуызын, яғни сары уызынан бөліп аламыз. Ақуызын құрғақ ыдысқа саласыздар. Қазір меренговыйға ол құрғақ ыдыс болу керек. Сары уызын творогқа қосасыздар, ақуызын бөлек құрғақ ыдысқа ажыратып аласыздар. Қант салып, блендермен ezеміз. Міне осындай массада салмасын дайындап аламыз. Одан кейін меренговыйымызды дайындаймыз, яғни жаңағы ақуызымызға қант салып, шым-шымды салып, миксердің көмегімен көпіргенше миксерлейміз. Мінекей осындай болып, ыдысымыздан түспейтіндей масса болу керек. Енді 22 метрлік диаметрлік формаға қамырымызды жайып, творожныйымызды құйып, тегістеп, одан кейін меренговыйымызды салып, үстіне осындай салуға болады, немесе қасықпен де салуға болады. Бетін тегістеп, 180 градуста 30 минутта пісіріп аласыздар. Өте дәмді ерекше пирог. Міне пісіп шықты. Бір жарты сағатқа салқын жерге қойып қойыңыздар. Одан кейін кесіп, жеп көрсеңіздер, өте дәмді, ерекше болады дәмі. Жасалуы да оңай, тез. Кісі шақырғанда жасасаңыздар, дастарханыңыздың сәнін келтіреді. Сіздермен болған Жансая, сау болыңыздар.